Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін қартаюға қарсы маска жасаймыз. Масканы дайындау үшін бізге 2 ас қасық күріш керек. Және үстіне 1 ас қасық зығыр тұқымын саламыз. 200 мг су құйып, араластырып 2 сағатқа қоя тұрамыз. Осы уақыт ішінде күріш жұмсарады. Дайын болған қоспаны ыдысқа құйып, блендердің көмегімен ұнтақтаймыз. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Маска негізі тегіс болып шығу үшін електен өткізіп аламыз. Зығыр тұқымдары мен күріш терінің жасаруына ықпал етеді. Тері құрылымын қатайтады және нығайтады, қоршаған ортаның теріс әсерінен қорғайды. Електен өткізілген маска негізін ыдысқа құйып, баяу отта 1-2 минут қайнатамыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз, және жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыз. Алынған күріш пен зығыр маска негізін 2 бөлікке бөлеміз. Алдымен құрғақ қалыпты және сезімтал теріге арналған маска жасаймыз. Маска негізі ыстық күйінде 1 шай қасық кокос майын қосамыз, араластырамыз. Кокос майы құрғақ теріге өте жақсы, теріні жасартатын әсері бар. Бір шай қасық алоэ вера гелін қосып араластырамыз. Е дәрумені майынан 10 тамшысын қосамыз. Е дәрумені бос радикалдардан қорғайтын антиоксидант. Теңіз шырғанақ майынан 10 тамшысын қосамыз. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Теңіз шырғанақ майы салбырап кеткен теріні қатайтады және әжімдерді жояды. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 10 күнге дейін сақтай аламыз. Бұл масканы аптасына 3 рет бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 40 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Маскаларды қолданар алдында білегіңізге жағып 30 минутқа сынап көріңіз. 2-ші майлы және аралас теріге арналған масканы жасаймыз. Бір шай қасық алоэ вера гелін қосамыз, араластырамыз. 5 тамшы жүзім тұқымы майын қосып араластырамыз. Масканы тоңазытқышта 1 апта бойы сақтай аласыз.
Масканы аптасына 3 рет бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 30 минутқа қалдырамыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуамыз. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.